Ассалаумағалейкум баршаңа. Бүгін Android магнитола жөнінде кішігірім видео түсірмекпін. Бір бауырымның өтініші бойынша ол менен сұраған болатын. Ұялы телефонның жадындағы музыканы, яғни өлеңдерді Android магнитолаға қалай көшіремін деп. Сол жөнінде қысқаша видео. Аяғына дейін қараңыздар. Каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Керек болар бәлкім. Алдымен бас мәзірге өтеміз. Одан кейін Play Market қосымшасын тауып аламыз. Соған кіреміз. Сіздің ашылған терезенің үстінде іздеу жолағы бар, яғни поисковая строка. Сол жерге супер поделиться деп жазамыз. Сосын поиск батырмасын басамыз. Бізде міне осындай қосымша ашылады. Супер поделиться деген. Өзіме ыңғайлы осы қосымша. Көбіне осы қосымшаны пайдаланғандықтан сіздермен бөлісіп жатқан жайым. Мінекей, мына жерде открыть деп тұр. Негізі, егер орнатылмаған болса, бұл Android'та установить деген тұрады. Установить басып орнатып аласыз. Содан кейін открыть деген шығады. Кіреміз. Мінекей, осындай экран ашылады. Үстінде получить деген бар. Төбе жағында тұр. Сол получить басамыз. Сол кезде бізде міне осындай экран ашылады. Ендігі мәселе. Ұялы телефонда да дәл осы приложениені қосымшаны орнатамыз. Мінекей, супер поделиться деген. Ашамыз. Үстінде послать деген тұр. Сосын музыка, файл барлығы көрсетіліп тұр үшеде. Музыканы таңдаймыз. Сол кезде бізде ұялы телефонның жадындағы барлық музыканың тізімі шығады. Қалаған әнді таңдап, бірнеше әнді қатарда белгілеуге болады. Мен қазір жалғыз әнді белгілейін. Таңдадым. Астында поделиться деген бар. Сол батырманы басамыз. Wi-Fi высокой скорость деген мәзір тұр. Соны таңдаймыз ашылған терезеден. Сразу қағып алып, және жылдам жібереді. Бірнеше өлең жіберуге болады. Қалаған фотоны, сурет, музыка, қалаған затыңызды жіберсеңіз болады. Жазып болғаннан кейін конец дегенді басамыз. Реклама. Барлығында реклама шығады ол қазір. Содан музыкаға кіреміз. Android магнитофонның музыкасына. Содан кейін тізімді қараймыз. Жаңа жіберген өлең тұр тізімде уже. Ашып, қоса береміз. Осылай қалаған өлеңді, қалаған видеоны, қалаған суретті Android магнитолаға көшіруге болады. Рахмет. Келесі көріскенше аман саулықта болыңыз.